Здравствуйте, ребята! Раздел «Все обо мне». Урок номер 1. Здравствуй, 2 класс. Ты вспомнишь значение слов о школе и будешь использовать их в речи. Сен мектеп туралы сөздерді есіңе түсіресің және оны сөйлеу кезінде қолданасың. Упражнение 1. Прочитай и найди буквы, которые не повторяются. Напиши их в тетради. Қайталанбайтын әріптерді тауып, дәптерге жазамыз. Ш, М, К, М, О, Р, Л, Р, А. Какое получилось слово? Қандай сөз пайда болды? Сначала найдем, какие буквы не повторяются. Қайталанбайтын әріптерді табамыз. Ш, К, О, Л, А. И получается слово какое? Правильно, школа. Упражнение 2. Послушай отрывок из стихотворения. Өлең жолдарынан үзінді тыңдаймыз. Благословение Аксакала. В учении будь хватким, а в мыслях не шатким, всегда терпеливым и справедливым, в словах крепким, в делах цепким, другом верным, учеником примерным. Алимбаев. Ақсақалдың батасы. Біліміңде ойыңда нақты болсын, әрқашан шыдамды бол және әділ бол. Сөзіңде мықты бол, ісіңде күшті бол. Дос болсаң адал бол, оқушы болсаң үлгілі бол. Благословение бата. Объясни смысл предложения. Сөйлемнің мағынасын түсіндір. В учении будь хватким, а в мыслях не шатким. Біліміңде ойыңда нақты болсын. О каких еще других качествах ученика говорит Аксакал в напутствии? Ақсақал өзінің тілегінде қандай оқушының қасиеттері туралы айтқан? Нужно быть терпеливым и справедливым, крепким, верным и примерным. Ақсақал өзінің батасында шыдамды, әділ, мықты, адал және үлгілі болу керектігі туралы айтқан. Напутствие, тілек. Упражнение 3. Напиши в тетради, дәптерге жазамыз. Будь терпеливым и справедливым, крепким, верным и примерным. Упражнение 4. Дополни предложение. Сөйлемді толықтыр. Моя школа самая лучшая, мой класс самый светлый. В школе нас учит добрый и умный учитель. На уроках ученики учатся читать, писать, считать. Менің мектебім ең күшті. Менің классым ең ашық. Менің мектебімде ең мейірімді және ақылды мұғалім оқытады. Ал сабақта оқушылар оқуды, жазуды, санауды үйренеді. Какие слова отвечают на вопросы кто, что? Кім, не деген сұраққа қандай сөздер жауап береді? Кто? Учитель. Кто? Ученики. Что? Школа. Что? Класс. Вспомни слова, которые называют предметы, отвечают на вопросы кто, что. Есімізге түсіреміз. Кім және не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Например, кто учитель, что школа. Мысалы, кім мұғалім, не мектеп. Упражнение 5. Прочитай пословицы на родном и русском языках. Өз тілінде және орыс тілінде мақалды оқы. О чем они? Напиши их. Ол не туралы? Жазып аламыз. Оқыған күн, оқымаған түн. Учение свет, а не учение тьма. Ерінбей еңбек қыл, жалықпай өнер біл. Без лени трудись, без устали учись. Означает, что если ты будешь хорошо учиться, получать знания, то у тебя открываются глаза на многое, ты узнаешь многое. А если не учишься, получается, ничего не видишь и ничего не узнаешь. Оқыған адамның көзі, оқысаң, білім алсаң, оқыған адамның көзі ашылады, көп нәрсені көреді, білімін толықтырады. Оқымаған адам
ештеңені көрмейді, және ол білімсіз болады, ештеңе білмейді. Без лени трудись, без устали учись. То есть нужно трудиться без лени. Тогда у тебя все получится. Ерінбей, еңбектену керек. Жалқаулықты қойып, еңбектенгенде адам көп нәрсеге қол жеткізеді. Упражнение 6. Ответь на вопросы. Сұрақтарға жауап бер. Что ты знаешь о школе? Мектеп туралы не білесің? Что делают дети в школе? Балалар мектепте не істейді? Зачем нужно учиться в школе? Мектепте оқудың қажеті қандай? Чему ты и твои одноклассники научились в первом классе? Сен және сенің сыныптастарың бірінші сыныпта не нәрсеге үйренді? Поделись с одноклассниками своими чувствами о первом дне в школе. Сыныптастарыңмен өзіңнің мектепте болған бірінші күніңдегі сезіміңмен бөліс. Қандай сезімде болды? Ребята, урок окончен. До свидания. Вы молодцы.